ортағасы, инабатымыз биыл 3-ке толды. Инабатымызға ұлттық құндылықтарды, ұлттық тәрбиені ойына сіңіру мақсатында осы қаламызда қыш құмыра жасайтын және мүсіндеу орталығы ашылған екен. Жалпы тәрбие тек қана сөзбен емес, іспен беріледі деп өзіңіз айтқандай, сол ұлттық орталыққа барып, құмыра жасау өнерін және мүсіндеуді таныстырсақ қалай болады? Жарайды анасы, онда мен сендерді Алақан орталығына апарайын. Жаным, құмыра жасаймыз қазір. Кеттік онда. Вау! Кесім, біз қайда кеттік? Біз қыш құмыра жасайтын жерге келдік. Насыл құмыра, не мо? Қызым, бұл құмыра деген ертеден ата-бабамыздан келе жатқан үрдіс. Ерте заманда ата-бабаларымыз саз балшықтардан неше түрлі дүниелер ойлап тапқан. Қыш құмыралар жасаған және оны тұрмыста пайдаланылған. Бір жағынан бұл үлкен терапия. Анасы, біз жасайық. Әрине жасаймыз, қызым. Алакай! Көшпелі қазақ халқын ғалымдар зерттей келе, Тараз, Сарайшық, Отырар сияқты көне қалалардан қыш бұйымдарды тапқан. Қыш бұйымдарын тұрмыстарында пайдаланып, бұл өнер түрі атадан бабаға, міне қазір ұрпақтары бізге жетіп отыр. Жаңа ғасыр бөбектеріне көне бұйымдарды қайта жаңғыртуға ден қойып, соған талпынуға ұмтылуды отбасымызбен мақсат еттік. Мүсіндеу ол көркем өнер. Қазақта мүсін өнерінің қалыптастырушы Хакімжан Наурызбаев деген атамыз бар. Ол кісі осы мүсін арқылы Абай Құнанбаев, Шоқан Уәлиханов ескерткіштерін салған. Перзенттерімізді өнерге баулу мақсатында қаламызда жаңа заман мен ежелгі үрдістердің басын қосатын әдемі орталықтарды іздеп, өнердің бір шетін көрсетіп жатырмыз. Мынау жүрек біздің отбасымыздың символы ретінде жасалған жүрек. Мына ішіндегі салынған ою қошқар мүйіз, ол қазақтың ежелден келе жатқан оюы. Түсіндің ғой да? Я.